Жақсы достар, 19 сұрақ дүниежүзілік шаруашылықтың екі бөлікті модель үлгісі. Жауапта шеткі аймақтар, дамыған елдер, өтпелі елдер, ауыспалы экономика елдер деген жауаптар тұр. Жалпы тақырыпқа қатысты кітаптан қарайық. Бұл бізде қандай бөлім? Бұл бізде дүниежүзінің шаруашылық модельдер мен аумақтық құрылымы деген тақырып. Сәйкесінше мемлекеттер бөлінеді. Олар дамуына қарай дамушы елдер, дамыған елдер, мүше елдер деген секілді. Және сұрақ бізде екі модельді үлгісін сұрап тұр. Сәйкесінше осы сұраққа жауап береміз. Бірінші, дүние шаруашылық аумақтық модельдердің түрлерін қарастырайық. Ол бізде екі бөлікті модель, сұрақ сұрап тұрғандай солтүстік елдер және оңтүстік елдер екіге бөлінеді. Одан кейін үш бөлікті елдер, яғни модельді орталық елдер, жартылай периферия және перифериялық елдер. Одан кейін үшіншісі көп бөлікті немесе 10 бөлікті модель деген. Көріп тұрғандай мемлекеттерді осылай бөліп қарастырған, аумақтық бөлінісіне қарай. Енді шаруашылықтың даму дәрежесіне қарай мемлекеттер дамыған және дамушы елдер болып бөлінеді. Дамыған ол үлкен жетілік елдері, ақш, Жапония, Германия, Франция, Ұлыбритания, Италия, Канада секілді мемлекеттер болса, дамушы елдер бөлінеді. Көшбасшы елдер, жаңа индустриалды елдер, сыртқа мұнай өндіретін елдер, шығаратын елдер, дамудың жаңа бағыт, яғни өтпелі экономика елдері, яғни бұрын социалистік, қазір капиталистік қоғамға өткен, және мүше елдер, көріп тұрғандай Африканың мемлекеттері. Одан кейін және Азияның оңтүстік мемлекеттері. Сұраққа оралайық. Жалпы сұрақ сұрап тұр бізде дүние шаруашылықтың екі модельді елдері, ол бізде экономиканың дамыған елдері және дамушы елдер. Олар экватор сызығынан бөлінеді. Сәйкесінше экватордың солтүстік бөлігінде дамыған елдер болса, экватордың оңтүстік бөлігінде дамушы елдер деген түсінік қалыптасқан. Бізде көріп тұрғандайымыз, демек сұрақтың дұрыс жауабына қайтадан оралатын болсақ, экономикалық дамыған елдер және дамушы елдер болып бөлінеді екен. 19 сұрақ дүниежүзілік шаруашылықтың екі бөлікті модель үлгісі бізде дамыған және дамушы елдер. Дұрыс жауап бізде В варианты болады. Жақсы, арнаға тіркелеміз, лайк басамыз, комментарий қалдырып кетеміз.